Мен қайбетімен топырақты алып тұрмын, немереме қалқым-ау. Енді келіп жатқан адам қазып алам дейді. Ағырдан қазып алатын болса, дәл осы жерде көрінен мен жатамын. 70-ке келген Байқадам Ақсақал 2 күннен бері немересі Бақыткелдінің қабырын күзетіп жүр. 22 жастағы Бақыткелдіні туыстары 2 апта бұрын жерлеген. Айтуларынша қайғыдан енді ғана ес жия бастаған, бірақ кешелі бері құзырлы орган өкілдері хабарласып, марқұмның денесін эксгумация жасаймыз деген және зират басына күрек ұстаған адамдар келген. Oldu өледі адам өлді. Оны сұрайтын адам мен болуым керек. Өлмей жатып, өлгеннен кейін мынаған не істедіңдер? Кім өлтірді деп мен сұрауым керек. Құдайдың жазғаны басына сол шығар. Өлген адам өлді, жатсын тыныш дедім. Енді кеп бұлар кеше келді. Бүгін таңертең келіп, ай-шай жоқ, кіріп, ұрып бұратыр ішіне кіріп. Қазып алмақшы. Азаттықтан едік түсіндіріп жүріңізші. Не мәселе бұл? Неге келдіңіз? Бермеймін, интервью бермеймін. Интервьюдің қажеті жоқ, түсіндіріп берсеңіз, неге келдіңіздер? Эксгумацияның қажеттілігі қанша болды? Түсіндірмеймін мен. Кім түсіндіреді, айтасыз ба? Түсіндірмеймін. Онда жазбаша нетіңіздер. Жоқ, сіздер енді ата-анасына не көрсеттіңіздер? Сол қағазды бізге көрсетсеңіздер, бір журналистпіз. Сіздерге міндетті емес мен көрсетуге. Аты жөніңіз кім? Айтпаймын аты жөнін. Қызметіңіз қалай? Жоқ, айтпаймын. Кешіріңіз, сіздерге ешқандай не түсініктеме бермеймін. Белгілі болғандай, эксгумация жасауға Алматының тергеу соты рұқсат берген. Сот Алматыда қаңтардың 4 мен 5 күндері болған оқиғаға байланысты іс қозғалғанын, сол күндері адамдардың неден көз жұмғанын анықтау қажет деген. Қазақстан заңында эксгумацияға рұқсат бар, бірақ сот қаулысына марқұмның туыстары қарсы шағым түсіруге де құқылы. Басында ғана жарақат болды. Былай жатқанда мына жерінде ғана жарақат болды. Болды, мен басқа ештеңе көрген жоқпын. Не екенін түсінбедім енді. Ол мен оқ тиді, басқа тиді бәле іздеп тұрған жоқпын. Мен жатқан балам тыныш жерде жатсын деп тұрмын. Үлкен ұлым иә. Артында 4 бауыры қалдылап. Бүгін ертең үйлендірем деп отырған балам еді ғой. Бақыткелді Байқадамов биыл қаңтардың 5-інде түстен кейін шеруге барған. Арада 2 сағатқа жетпей жараланып ауруханаға түскен. Сол күні қайтыс болған. Дәрігерлер миына зақым келген, бас сүйегі жараланған деген. 6 қаңтарда мәйітханадан алып 7 күні жерленген. Какой-то 1 сағаттың ішінде кетті. Бұндай бейберекет тіршілікте қаншама адам кетіп жатыр. Кім сұрап жатыр, кім іздеп жатыр, қандай шешім шығып жатыр. Ешкім білмейді халықтың арасында не болып жатқан. Тек халық өздерін жуатып шырылдаумен отыр, аналар келіп қысым жасаумен отырады. Қандай заң бізде, соны бізге бір адам түсіндіріп берсінші. Алматыда қаңтардың 4 күні кешке республика алаңында мыңдаған адам жиналып, елде кедейлер көбейіп, қымбатшылық жайлағанын айтып, саяси жүйенің өзгеруін талап еткен. Кейін полициямен қақтығысып, соңы жанжалға, атыс шабыспен тонауға ұласты. Билік қалаға террористер шабуылдады деп, ресми дерек бойынша сол оқиғадан 149 адам көз жұмды. Мәншүк Асаутай, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.